ескерту деген нәрсе. Ва анзир аширатакал акрабин. Бағанағы сөз қайталайды ғой. Жақын туыстарыңа ескерт. Жалғыз софа жетпейді. 10 жыл. Пайғамбар, 10 жыл Алланың жоспарында, бірақ пайғамбарымыз білмейді. Оны біз сирадан біліп отырмыз бүгін. Ескерт жақын ағайындарыңа, жолдастарыңа. Менің алдымда туысқандық байланыс жүрмейді дейді. Міне сынақ басталды. Ла ансаба яума изин. Қиямет күні де туысқандық байланыс мүлде жұмыс істемейді. Көресің адамдардың бір-бірінен қалай қашатынын дейді ол күні. Міне, өздері солай болады. Өйткені араларын бұл дүниеде иман байламаса, онда күллісі бір-бірінен безеді. Қиямет күні. Қарғайды деген тіпті. Лағнеттейді, қарсы кеп мойындамайды бір-бірін. Сен сол құртқан мені, сол сен деп әйелін көресің. Кеше ғана люблю деп жүрген осы өмірде қиямет күні күйеуін қалай қарғап атқан, күйеуін көресің, әйелін қалай қарғап атқан. Байланыстар өте қиын. Насреде де соның бір үлгісін көрсетеді. Екі сүйіктінің арасы не болады насреде? Ескерт жақын ағайындарыңа.